5 А сынып оқушылары, бүгін біз сендермен Әйтеке бидің Қасқакөл дауы шығармасы бойынша, шешендік сөз үлгісі бойынша ұрпақтар сабақтастығы заманауи тұрғыда салыстырып, біз сендермен жаңашылдығына баға береміз. Біз бүгін сендермен топқа бөлініп отырмыз. Бірінші топ мүшелері, төртінші топ және бізде бесінші топ жігіттер отыр, орында. Бұлай болатын болса, Қасқакөл дауы шығармасы қазіргі уақытта өткен сабақта сендермен айтып өттік. Қандай өмір шеңдігін, қандай өмірдегі болып жатқан оқиғамен қатар келетіндігін, яғни ол Ақтау конвенциясы. Ақтау конвенциясы дегенімізде қайсысын айтып жібересіңдер? Еске түсіріп өтейік. Жаңағы Әзербайжан, Иран, Түркменстан, Қазақстан және Ресей елдерінің Каспий теңізіне, яғни соған таласуы, яғни бөліп алуы, шекара белгілеуі. Ол 2018 жылы 12 тамызда болған. Дұрыс айтасың. Бірақ уақытта бірақ сәтпе бітпеген секен. Балалар, ол 20 шақты жылдар бойына ұзақ уақыт келіссөздер барысында іске асқан бір оқиға екен. Соған байланысты мен сендерге бүгін Каспий теңізін бөлу мәселесі туралы картасын алып келдім. Қазір әр топқа беремін. Сол картаны сендер шартты белгілермен бөлісесіңдер. Сонда бізге Қазақстанға қанша бөлігі тиді екен? Және балалар, осы Каспий теңізінің қандай пайдасы бар деген мәселені сендер бізге қарастырасыңдар. Шартты белгілермен бөлінді. Жақсы. Уақытты белгілейік. Сонымен Ақтауда болып өткен конвенция 5 елдің арасында болған үлкен саммит екен. Бұл саммит 20 шақты жылдар арасында келіссөздердің шешімінен ортақ бөлікке түскен қазіргі замандағы үлкен бір шешімді істеген. Жақсы. Айта қойыңдар. Бірінші топтың оқушылары. Топ басшысына жеңізін. Бұл Каспий теңізінің бөлу мәселесі туралы карта. Бұл жерде Каспий теңізінің бөлген елдер орналасқан. Бұлар Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Иран, Түркменстан. Ресей, Әзербайжан және Қазақстан теңіз жағалауындағы тең қашықтықта өтіп бөлу, онда Иранға теңіздің 14% тиесілі. Мына жердегі бұл Иранның Каспий теңізіндегі бөлігі. Мынау Түркменстанның Каспий теңізіндегі бөлігі. Мынау Әзербайжан, Ресей, Қазақстанның Каспий теңізіндегі бөлігі. Түркменстан теңіздің дәл ортасынан бөлігін алған. Иран Каспий теңізінің 20%-ын игеріп отыр. Онда теңізді 5 елге теңдей бөлу қарастырылған. Әрқайсының өзінің несі бар екен? Шекара бөлігі бар екен. Жер асты, су асты құбырларын, ондағы балықтарды, барлығы теңдей дәрежеде өздерінің бөлінген бөлігінде ғана нелар екен, іс-әрекеттер жасай алады екен. 14 бапқа сәйкес тараптар Каспий теңізінің түбі арқылы су асты кабельдер мен құбыр жерлерін төсеу мәселелерінде осындай нелар екен шешім қабылдаған екен. Жақсы, отыра қойыңдар. Бұл суретте, яғни Каспий теңіздің теңіз бойынша бөлу қарастырылған. Каспий теңізіне екі түрлі бөлуге болады. Ол көл бойынша және теңіз бойынша. Бұл теңіз бойынша көрсетілген сызбалары, яғни Ресей, Әзербайжан, Қазақстан елдері кімде қай жақта қай құбылып, яғни теңіздің қанша бөлігін алып жатыр, сонша бөлігін аламыз деп айтқан болады, ұсыныс білдірген болатын. Бұл бір варианты.
Екінші Иран вариантында бәріміз теңдей бөліп аламыз деген. Бірақ Қазақстан мен Ресей бұған әрекеттер сынамады. Себебі Қазақстан мен Ресейдің көп бөлігінде күштен көп бөлім алып жатыр. Біз әрекеттер сынамайды деп ойладым. Түркменстан вариантында қанша ортасы, теңіз ортасы қаншасын ортасын бөліп алып деп ойладым. Ортасын бөліп деп ойладым. Бірақ бұлардың қанша байлықтары, жер астынан шығатын мұнайы, су астынан шығатын балықтары, кемелік зерттеулері бір-біріне бұла береді, түре береді, ала береді, неға береді. Бірақ осы 5 мемлекеттен басқа мемлекеттер Каспий теңізінің байлығын пайдалана алмабалар? Жоқ, пайдалана алмайды екен. Тек қана осы 5 мемлекеттің арасында ғана келісім шартқа айналған екен балар, қол қойылған екен, иә? Ал енді осы қағаздың сыртқы бетіне балар Вен диаграммасын салып көрейік. Осы Вен диаграммасында біз сендермен Қасқакөл дауы мен Каспий теңізінің арасындағы ұқсастық пен айырмашылықтарды енгізіп көрейік. Ja, түсінікті ма тапсырма? Көмектесеміз. Сендер сурет салуға кезде айырмашылықтары мен ерекшеліктерін жазасыңдаршы. Ya, bir жағына Каспий деп қойды, бір жағына Қасқакөл дауы деп қойды. Қасқакөл, екінші жағына Каспий. Қасқакөлді кімдер бөліп алды? 300, е? 300, е? Кімдер? Я же не помогаю. Мына жерде ерекшеліктері айырмашылығы. Там. Шаг. Давай. Сделай. Тони. Сделай. Что там? Алып қойдық на топтан. Яраса. Қанша мемлекет қатысты? Яғни айырмашылығы бес елдің бөлісуі, үлкен мемлекеттердің дауы, түрлі ұсыныстардың көп болуы, әлі күнге дейін аяқталмаған дау. Қасқакөл дауы айырмашылығы Қасқакөл дауы 300-дің арасында болған дау, Төле би, Әйтеке би, Орманбет бидің сөзгерілуі. Бұл ежелгі дау болып саналады, яғни бұл аяқталған, осы бөлінген тарапта. Ал ұқсастығы суды, яғни жерді бөлісу, түрлі ұсыныстардың болуы және де келіспеушіліктер болып саналды. Жақсы. Отыра қойын. Так, төртінші топтың балалары, қосылар. Сіздер де ерекшеліктер атап өтіңіздер. Сіздердің байқаған ерекшеліктеріңіз. Дауыстап, қалғандарыңызды тұрамыз, тыныштық сақтаймыз, топ ережесін ұмытпаймыз балалар. Ұқсастығы екіге бөлінгені және су жерлерін бөліп алған. Екеуінің ұқсастығы, екеуі де суды бөлісу, иә? Қасқакөл, ол да су, бірақ біз ішкі Қазақстанның ішкі жерінде, ал бұл жерде 5 мемлекет, иә? Каспий теңізі. Жақсы. Прекратите. Оларды айта кетсек, Қазақстан, Ресей, Иран, Әзербайжан, Түркменстан бұлары. Бұл жерде бір алмасты жерге таласса, яғни ірі көлемді мемлекетке
Ал Қасақөл дауында керісінше олар ескі заманда яғни билер мен арасында жүргізілген талас болды. Үш жүздің арасында таласқан Қасақөл дауы Ол мәселе екен, иә. Бұл жерде Орманбеттің анасы да қатысқан еді бұл дауға. Дау мәселесіне Соның арқасында ғана Қасақөл дауын бөліп алады Орманбеттің анасының арқасында. Оның Осы жерде тағы да біздің қазақтың салт дәстүріндегі ананы сыйлау, ананың сөзін жерге қалдырмау деген мәселесінде қарастыра өтсек болады екен, иә. Осы арқылы ғана Қасақөл дауын ғана бөліп Қасақөлді бөліп алады да. Яғни осы анасының арқасында бөліп алу өтсе болады. Ал Каспий теңізінде олар ірі көлемді, яғни 5 ел бір жерге таласты, яғни өте ауқымды десек те болады. Жаңағы 5 елдің арасында болған мәселе болды. Сонда да олар көп уақыт таласса да бөліп алу. Екеуінің ұқсастығын айтатын болса, олар да екі ел бір жерге таласады. Бірақ та ол ескі заманда болса, ол қазіргі кездегі ауқымды жерге таласқан ұқсастықтар болған еді. Жақсы. Міне ұрпақтар сабақтастығы деп отырғанымыз осы екен, иә балалар. Төле би мен Айтекенің заманындағы көліне бөліс болатын болса, қазіргі уақыттағы үлкен ірі 5 мемлекеттің ортасындағы Каспий мәселесі әңгімеледі. Жақсы отыра ғой. Әсіресе қазіргі замандағы мынау Каспий теңізінің бөлісі, ол жер асты, су асты құбырлары, оның жаңағы балығы, оның жаңағы көлемі, кеме қатынастарын жүргізу, бұлардың барлығы қазіргі уақытта үлкен келелі мәселелер, не болады? Жақсы. Енді келесі тапсырма сендерге. Бүгін таксономиясы бойынша берілген іс-әрекеттер бойынша жауап беріп қойып, нақты іс-әрекет сөзінде нақты іс-әрекет екінші теңізі, онда 5 мемлекеттің арасындағы теңізді бөлісуі. Тұйық көл деді, негізінен дұрыс айтатын болсақ, географиялық атаумен тұйық көл деген, үлкен ірі көл. Ал ары қарай іс-әрекеттің мазмұнын сипаттау дейміз. Бұл жердегі кімдер қатысты, соны нақты айтып өтесіңдер. Алған білімін күнделікті өмірде қолдана білу. Бүгінгі уақытта біз сендерден кеше 300-дің арасындағы даулы мәселе болса шешендік сөз үлгілерінде, ал қазіргі уақыттағы үлкен конвенция, үлкен саммит болып өтті. Осыны айтып өтесіңдер. Әрекетті екінші бір-біріне салыстырып жатырмыз. Салыстырған әрекеттердің жақсы жаман жақтарын анықтау. Оны да айтсаңдар болады. Қазіргі уақытта экологиялық проблемалар көтерсеңдер болады. Өйткені Каспий теңізінің суы тартылып жатқандығы, оған қоса біздің Қазақстанның өзінде Арал теңізінің суы тартылғандығы ол бізге өкінішті жағдай. Ары қарай Каспийді Аралмен салыстырсаңдар болады. Тарапталған бүгінгі дүниеге баға беру, өз көзқарасын айта алу, өздерінің көзқарастарын, өздерінің пікірлерін бұл жерде ешкімнің пікірін бір-бірімізге аламаймыз, ұсынамаймыз. Біз қандай көзқарас қалыптасып, соны айта аламыз. Одан кейін соның жасарту жолдары, яғни бүгінгі күні біз айтып отырмыз, болашақ кімнің қолдарында, жастардың қолында. Ертеңгі күні сендер осы елге, жерге, егер оларды сендерсіңдер. Қандай экологиялық проблемалар сендер шешетіндер, күні бүгінгі уақытта бізде қандай қателіктер жол алып жатыр. Мысалы үшін қазба байлықтарды қолдануда, жер бетіндегі, жер астындағы қазба байлықтарды қолданудағы жіберіп жатқан экологиялық проблемалар айтсаңдар болады. Өйткені біз жерді сақтап, ұрпаққа не керек бар қалдыруға, ол біздің міндетіміз екен. Қалдыру деген міндетіміз, сақтап, ұрпақтар сабақтастығы деп отырғанымыз осы екен. Соны айтып шығыңдар балалар. Үшінші топқа келеміз. Себебі бұл өздерінің мәселелерінің барлығын жақсы түсіндірді. Анық, нақты, айтып өтті. Жақсы. Келесі екінші топтың балалары. Сіздер де үшінші топқа келесіздер. Андардың берген жауаптарын сіздерге түсініктірек болды. Жақсы. Сіздер кімге бересіздер? Бірінші топ. Бірінші топта. Бірінші топқа береміз. Бірінші топта бір балл,
екінші, үшінші топта 2 балл. Үшінші топтың балалары сіздер кімдерге бересіздер? Ерасы сурет. Балдарымыз сесірек. Бірінші топ. Екінші топқа береміз. Жақсы. Ал бесінші топтың балалары. Үшінші топ. Бірінші. Әлема, енді қараңдар, осы жерде сендер қазір өздерің бағаларыңдар, иә? Бұл жерде өзімізге береміз деген жігіттерді бермейміз деген өздерінің қыздар жетпей қалса да ол топқа. Өздерінің дұрыс шешімдерін тауып, дұрыс көзқарастарын айта біледі. Жақсы. Ал енді үшінші топтың бүгін бірінші орында, өйткені бұлардың 2 баллы бар. Бірінші топта 1 балл. 2 балл апай. 2 балл. Рәсімге дейсіз бар ма? Иә, ана топ берді ғой. Бірінші топ 2 балдан болды. Жоқ, бір деп. Өзіңді дұрыс шешіміңді қабылдау барысында, кім қалай сабаққа қатысты, кімнің дұрыс жауабы өзің қолыңды болды, соған жауап беретіндер. Бүгінгі сабақ қатысқан балалардың барлығына үлкен рахмет. Осылай ізденіп, қазақ әдебиеті сабағына ерекше қызығушылықпен қарап, тапсырмасы орындап дейік. Жақсы, рахмет.